Құрметті көрермендер қалайсыңдар? Сендерде барлығы жақсы ма? Бірақ менде барлығы жаман. Себебі деген қараңдаршы, мына деген хоррор сыны бұл ма? Мені ұстап алып бар ғой, менің көзімді құртпақшы бар ғой. Бірақ сендер мені құтқара аласыңдар, білесіңдер ме мені қалай құтқарасыңдар? Міне мына жерде тұрған қызыл подписаться мен лайк кнопкасын басатын болсаңдар, сендер мені құтқара аласыңдар. Сондықтан деген мен сендерге сенемін, құрметті көрермендер. Тез бар ғой, қызыл подписаться мен лайк кнопкасын басып бар ғой, мені құтқарып қалыңдаршы. Сендер болмасаңдар мына жерде мені ешкім құтқарып қалмайтын сияқты, құрметті көрермендер. Мен мына жерде сендерден басқа ешкімге сенбеймін бар ғой, көрермендер. Мені құтқарып қалыңдаршы бар ғой, құтқарып қалыңдаршы. Уайымдама, Наруто. Сені ешкім құтқармайды, сен ешкімге керек емессің. Сен үшін ешкім даже лайкты да баспайды. Қызыл подписаться деген кнопканы сен үшін мүлде баспайды. Сен деген ешкімге керек емессің, Наруто. Ай, сені бәрі жек көреді, сені ешкім жақсы көрмейді. Егер сені жақсы көрсе, басатын еді. Ай, Наруто, не деген алданып қалғышсың? Наруто, не деген алданып қалғышсың? Сен сонда сеніп тұрсың ба сенің көрермендерің саған лайк басатынына? Ойбай, Наруто, бұншалықты сен аңқау болады деп ойламаппын мен, Наруто. Ай, Наруто-кун, біз сенің бар ғой батыстыңды мына жерде шығаратын боламыз бар ғой. Сені егер құтқармайтын болса, саған хана, құқтың ба? Я, Наруто, егер ешкім лайк басып бар ғой, қызыл подписаться кнопкасын баспайтын болса, сен бұл өмірден жоқ болып кетесің, ұқтың ба? Біз сенің көзіңді құртатын боламыз. Біздің жолымызға ешкім тұрмайды. Бізді тек лайк кнопкасы мен қызыл подписаться деген кнопка ғана тоқтатады. Ұқтың ба, Наруто-kun? Құрметті көрермендер, болды мен сендермен қоштасатын сияқтымын ғой. Себебі деген ешкім лайк пен қызыл подписаться кнопкасын баспаса, маған хана деген сөз ғой, я. Жарайды көрермендер, мен сендерді жақсы көретінді айтайын бар ғой. Сендердің арқаларың осылай менің ойнап күліп жүргенім. Бірақ сендерге де көп рахмет. Егер сендер лайк баспасаңдар, арнаға тіркелмесеңдер, мен оны түсінемін. Менің уақытым өткен сияқты. Может, менің деген бұл жақтағы өмірім бітті деп ойлаймын. Бірақ егер мені құтқарып қалуға тырыссаңдар, сендерге көп рахмет. Құрметті көрермендер.